Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі өте жұмсақ, нәзік болып шығатын бауырдан котлеттің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті құрам бөліктердің барлығын алдын ала жуып тазалап аламыз және оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Себебі қазір біз блендерден өткіземіз, сондықтан блендердің жұмысын жеңілдету үшін осылай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қажетті құрам бөліктердің барлығын төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Бауырымызды да турап аламыз. Бұл котлеттің жасалу жолы өте оңай, әрі тез жасалады. Дәмі енді жұмсақ, керемет болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Блендерімізге туралған бауырларымызды салып, езіп алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Осындай сұйықтықта дайын болу керек. Енді ыдысымызға салып аламыз. Әрі қарай пиязымызды өткіземіз. Ыдысты жуып алу міндетті емес. Егер де дұрыс өтпей жатырған болса, кесілмей арасында қасықпен қозғап, қайтадан өткізіп алсаңыздар, жақсы езілетін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Яғни осы реттілікті сақтай отырып, барлығын саламыз. Сәбізімізді де және картобымызды да езіп аламыз. Картопты үкіштен өткізсеңіздер де болады, егер блендер дұрыс өткізбей жатырса. Енді 2 жұмыртқамызды саламыз. Менде кішкентай болғандықтан 2 қосып жатырмын. 1,5 шай қасық ас тұзын қолданамын. Жарты шай қасық көлемінде қара бұрыш қосып, барлығын араластыратын боламын. Қоймалжың масса дайын болу керек бізде. Енді осының үстіне 4,5 ас қасық ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Бастапқы кезде 3 ас қасық қосып қарадым. Сұйықтау болғандықтан тағы да 1,5 ас қасық ұнымызды қосып араластырып алдым. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді табамызды қыздырып, майымызды құйып, баяу отта 2 шеті қызарғанша пісіретін боламыз. 1 ас қасықтан құйып отырып пісіріп аламын. Мінекей қызарған кезде екінші бетін пісіретін боламыз, қызартып. Достар, осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Дәмі дегені жұмсақ, керемет болып шығады. Қағаз майлықтарымызға алатын боламыз, артық майын сіңіру үшін. Қалған бөліктерінде осы реттілікті сақтай отырып пісіріп аламыз. Жасалу өте оңай, дәмді, тез дайын болатын бұл котлеттерді әрбір отбасы мүшелері ұнатары сөзсіз, сондықтан міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын болды. Сондай жұмсақ, нәзік әрі тойымды. Бір жасағынан керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Жұмсақ, мінекей байқасаңыздар. Дәмі енді тіл үйрет.
Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.